Тәуекел хан тұсындағы қазақ хандығының оңтүстік шекараларының нығаюы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Зерттеу сұрағы: Тәуекел хан қазақ жерлерін біріктіру мақсатында қандай саясат ұстанды? Бұл сабақта Тәуекелдің Бұхара және Ташкент аймағындағы билеушілермен қарым-қатынасының ерекшеліктерін білеміз. Тәуекел ханның қазақ жерін бір орталыққа біріктіру жолындағы қызметінің маңыздылығын түсінеміз. Тәуекел хан тұсында 16 ғасырдағы қазақ хандығының экономикалық дамуына Шайбани әулетімен ұзаққа созылған күрес кедергі келтірді. Тәуекел хан қазақ хандығын нығайтып, өзінің билігін күшейтуге ұмтылды. Тарихи деректерде Тәуекел ханды қазақтар мен қалмақтардың ханы деп атайды. Ол батыс ноғайлармен, жалпы айтқанда қарақалпақтармен қарым-қатынас орнатқан. Қарақалпақ руларының 40 өкілі Тәуекел ханнан Ұлытау шатқалынан жер бөлуді сұраған. Тәуекел хан өтініштерін орындап, ағасы Шах Мұхаммедті билеуші етіп тағайындаған. Өзбек және Сібір хандарына қарсы тұру мақсатында Тәуекел хан сенімді одақтастар іздеді. 1594 жылы Тәуекел хан Құлмұхаммед бастаған елшілікті орыс патшасы Федор Яновичке жіберді. Елшілік 1580 жылы көшіммен соғыс кезінде тұтқынға алынған Тәуекелдің жиені Ораз Мұхаммедті орыс тұтқынынан босату және саяси байланыстар орнату мақсатымен жіберілген. Тәуекел ханның өтініші Абдалла ханға қарсы күресте Ресей мемлекетінің қолдауымен оқ ататын қаруымен қамтамасыз етуді сұрады. Ресей мемлекеті өз кезегінде талаптар қойды. Қазақ хандығына патшалықтың қол астына енуі мен қазақтардың Бұхар хандығымен және Сібір ханы көшімге қарсы соғысқа қатысуын сұрады. Келіссөздер нәтиже бермеді. Ресей үкіметі қазақ хандығын сөзбен ғана қолдап отырды. Қазақ хандығы өз тәуелсіздігі үшін күресуге мәжбүр болды. 1595 жылы Мәскеуден Вильямин Степановтың елшілігі жіберілді. Қазақ-орыс дипломатиялық қатынастарының дамуы керуен сауданың одан әрі кеңеюіне ықпал етті. Қазақ хандығының аумағы арқылы Ресейден Орта Азияға және Сібірге, Ертіс өзені арқылы Есіл өзенінің жоғарғы ағысына дейінгі жолдар өтті. 1582 жылы орыс губернаторы Ермактың қарулы жасақтары Страгоновтар көпестерінің өтініші бойынша Сібірге жорық жасап, көшім ханның әскерін талқандады. 1598 жылы Сібір ханы Орта Азияға қашты. Содан кейін хандық орыс мемлекетінің билігіне өтті. Сібір хандығының құрамында болған қазақ тайпалары қазақ хандығына кірді. 1598 жылы Тәуекел хан Шайбани ханның өлімінен кейін кенеттен Мауреннахрға шабуыл жасады. Ташкентті басып алып, Самарханға Есім сұлтанды қалдырды. Ал өзі Бұхараны қоршауға алды, бірақ басып ала алмады. Тәуекел хан жараланып, Ташкентте шегініп, сол жерде қаза болады. Тәуекел хан Орта Азияға өз билігін бекіте алмады. Бірақ сол уақыттан бастап қазақ хандығының құрамына 200 жылға Ташкент, Ферғана және бүкіл Түркістан кірді. Бұхар хандығымен болған көп жылғы соғыстың және ірі жеңістердің нәтижесінде 16 ғасырдың соңында қазақ хандығы әскери және экономикалық қатынастарды мықты мемлекетке айналып, халқы көбейді және шекаралары кеңейе түсті.